Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай керемет мраморлы печенье дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды, шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Осы қоспамыздың үстінен қопсықышымызды, тұзымызды салып, кейін үстінен сұйық майымызды құйып араластырамыз. Кейін үстінен какаомызды салып, оны да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Біркелкі масса шыққанда осы қоспамыздың үстінен ұнымызды салып араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алған соң осы қоспамыздың бетін жауып 1 сағатқа морозилкаға жібереміз. Уақытымыз өткенде алып, осылай дөңгелектеп қант ұнтағына малып табаларымызға орналастырамыз. Пешке салар алдын печеньеміздің үстін кішкене басыңқыраймыз. Және 180 градуста 10-12 минут шамасында пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Пісіріп көріңіздер, міндетті түрде дайындап. Және де маған пікір қалдырып, тіркеліп, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.